Süre bu. Birinci bizde жылы lemiş şengeri. Birinci topta turamız, ornumuzdan turamız. Bir-birine bugungi sabakta жылы lemizlerini aytınlar. Bugungi sabakta saman жақсы оқыға деген сияқты. Бүгінгі көңіл күйің керемет болсын деген сияқты жылы лебіздерді бір-бірімізге айтамыз. Сен сабақты жақсы оқы. Жарайсың. Bir ғана сөзден айтамыз. Бүгінгі сабақта саған сәттірін. Осы жерде біз тақтада мен суреттерін кем, мына екі суретте біз не көріп тұрмыз? Қандай суреттер көріп тұрсыңдар? Әртүрлі мамандық иелері, ya? Мұнда қандай мамандық иесінің суретін көріп тұрмыз? Дүкенші, бүгінгі тақырып бізде қандай екен? Мамандық иелері. Жарайсыңдар, әртүрлі мамандық иелері. Біз бірінші сабақты бастамастан бұрын бір-бірімізбен психологиялық ахуал қалыптастырамыз, яғни бір-бірімізге сабақ қызық болу үшін, сабақты қызықты өту үшін, бізде бірінші бәріміз маған назар аударайықшы. Бүгінгі тақырыпты қандай тақырыпты есепке шығаратынымыз туралы біліп алайық бірінші. Кеше бізде ұлы адамдардың білім туралы айтқан тақырыбы, жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану дейді. Бүгінгі тақырып, бүгінгі күнді жазамыз бәріміз. Бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазамыз. Әртүрлі мамандық иелері. Әртүрлі мамандық иелері. Жазып болғаннан кейін жазып болды деп айтылар, жазылар тақырыпта. Әртүрлі мамандық иелері. 30 бет орамал 225 сантиметр дейді. Bir бет орамал бізде қанша сантиметр кетеді? Баға тілді сөйлеу көте асылы. Мәжетті қатқа бөлімі. Бұнда қалешті мәнде бағалау қараған таратам. Өз-өзін бағалау, я? Бұл. Бүгінгі сабақта жерде есеп болса, жер тапсырманы шығарған кезде өздеріңді қанша балмен бағалайсыңдар. Мысалы, группай алып шығарған кезде соған жазып отырасыңдар, мына параққа. Ең соңында сендерге Instagram арқылы жиған балдарыңды жазып, бүгінгі сабақта пікірлерін жазасыңдар. Мына бағалау қарағын қарап берем. Аты жөндеріңді жазыңдар. Ұмытпай, аты жөндерің болсын. Bir şekilde тұра берсін. Ең соңында бағалау парағымен бағалаймыз. Екінші тапсырмада кестелер бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бұл бізде жұптық жұмыс, Мен қазір бір парақтаға, бір парақтаға екі оқушы бір парақты орындайсыңдар. Жұппен, жарай ма? Кім жылдам екенін, математикадан кім жақсы екенін білеміз. Кітаптағы тапсырма сендерге оңай болсын деп параққа шығарып бердім. Орындаймыз бірге. Бұл жұппен жұмыс. Бірге орындалу керек. Орындаймыз, айтма бірге. Бірге орындаймыз. Қалған тапсырмасында солай орындаймыз. Болмағандар жеге. Айтыңдар.
Есепті түсіндір бізге қалай шығардың есепті, шығару жолын. Шалбар бізде қанша метрге тең? 4 метрге тең. Саны қанша? 6. Жалпы шығын бізде қанша шығады? Мына жалпы шығын. Бірінші біз шалбарды білуіміз керек қой. 4 метрді 6 данаға көбейткенде бізге қанша шығады? 6-ны 4-ке көбейтсек. 24 дұрыс. Енді бізде бірдей сан 24-ке тең болды. Жейде бізде 3 метр дейді. 3 метр. Жаңа бізден әзір 24 шықты. 24-ті 3-ке бөлеміз ба, көбейтеміз ба? Қанша шығады көбейткенде? Бізде юбка 4 метрге тең. Жалпы шығыны 20 метр. Бұл жерде көбейту амалы орындала ма, бөлу амалы орындала ма? Бірінші бөлу амалы орындалады. 20-ны 4-ке бөлгенде бізде нешеге тең? 5-ке тең. 5, дұрыс. Енді бізде көйлекті табу керек. Көйлек қанша метр екен? Бізде бірдей 5 метрге тең болды. 35 метрді 5-ке бөлеміз ба, көбейтеміз ба? Көбейтеміз ба? Көбейтеміз ба, бөлеміз ба? Бізде әлі бөлу амал орындалды ғой бірінші. Көбейтеміз. 35-ті 5-ке бөлеміз. Қаншаға тең болады? 7. Көбісін біріншісі көбейту, екіншісі бөлу амалмен орындалады деп ойлап жатсыңдар, өз есепке қарасыңдар, қара, юбка 4 метр, жалпы шығыны 20 деп тұр. Сонда 4-ке бет мысалға 20 шығу үшін 4-ті 5-ке көбейткенде 20 шығады. Бізден әлі 35 болып тұр. 35-ті 5-ке көбейтсеңдер үлкен сан шығып кетеді. Бұл бөлу амалы орындалады екіншісінде. Бізде көйлек қаншаға тең екен? Жоқ, 35-ге. 7-ге. Жақсы болды. Түсіндіреміз. Бірінші бөлу амалы 24-ке бөлсек 5 болады. 35-ті бөлеміз 5-ке тең 7 болады. Жауабы 7 болады. Тамаша. Көйлек бізде 7 метр. Бірінші бөлу амалы орындалады. 24-ке бөлсек 5 метр шығады. Оған 35-ті бөлеміз 5-ке 7 шығады. Жауабы 7 бөлу. Тамаша. Жауабы 8 дана. Тамаша. Төртке алтын көбейтсе 24-ті 3-ке бөлсе 8, жауап 8 дана. Тамаша. 4 топ жақсы қатысты. Оларға 2 балдан. Сәл қиналып, көбейту бөлуде шатасқандарға 1 балдан, соны есептеп отырыңдар. Бізде 3-ші тапсырма ол топтық жұмыс. 3-ші тапсырмада бізде 3 топ болып отыр екенбіз өзі. А, Ә, Б. Осы үшеуін қазір орындаймыз. Бірінші дейді, есептеп шығарады екенбіз. 3 адамға А вариантын бірінші топ алайықшы. Мен қазір парақ-қарақ бересің. 3 топқа парақ-қарақ берем. A variantında bizde tігінші 4 көйлекті сәндеу үшін 24 метр таспа бау жұмсады дейді. Ұзындығы 42 метр таспа баумен неше көйлекті сәндеуге болады? Біз бұны қалай шығардық?
birinchi topda bizde 3 bal. Ya, yazıp oturamiz. Kim 3 top chiqamiz keyin. Bizde 3 top bor. Kim chiqadi 3 topdan? Bizde bu variant ya. Bu variantı. Sırlavшы deydi. 6 metrlik qo'shrovni bo'yov uchun 3 kilogram bo'yov жұмсады. 18 kilogram bo'yovмен necha metr qo'shrovni bo'yaydi deydi. Bu esep bizga qalay chiqdi? Senga ikkinchi nomorlarni tinch to'pko'likda deganda ha, basma o'rnlardanmi? Hozir o'quvchilar bizga qancha esep qoldi? 1, 2, 3 esep qoldi. Bizga vaqt hali bor. Sol uchun senlarga sergi to'satni o'rnimizdan barimiz turamiz. Kompyuterda ko'rsatilgan sxemada qaytalaymiz ya. Sergi ko'mir kiyimiz ko'tarilishi uchun Örnekte bağın türünce yaz, yani esepte deydi. Hazır top boyunca шығарам ya. Birinchi topdan chiqmagan o'quvchilar chiqaraylik. Keling, birinchi topdan. Chiqmayotgan qizlardan chiqaraylik. Ikkinchi. Uchinchi topdan keling. 224 davra qilib yozib, davra 224 köbütü 3 bağın türünde oradayız. Yer sayın 526 bölü 4 127 köbütü 5 bağın türünde oradayız. Defterge yazıp o'rnatib 300 azaytı 49. 300 azaytı tamosha. 98 qo'shilgan 329. 34. Yo'q. 427. Tamosha durust. 970 dan 602 ni azaytganda bizga qanchaga teng bo'ldi? Tamosha. Qo'shimcha topshirmaga 127-sabaqqa байланысты 2 topshirma berilgan. O'z topshirmada ati jo'nimizni yozamiz. O'quvchining ati jo'ni deganda ati jo'nlarini yozib, ikki set o'rnida bag'a topshiramiz. Men uyda tekshirib bag'alayman. Ati jo'nlarini yozishni unutmanglar ya.